Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Сабақтың тақырыбы радиоактивтілік, радиоактивті ыдырау заңы. Сабақтың жоспары радиоактивтің ашылуы альфа ыдырау, бета ыдырау, гамма ыдырау, радиоактивті ыдырау заңы. Ядролық физиканың даму тарихына көз жүгіртсек, оның қайнар көзі 1886 жылы француз ғалымы Беккерель ашқан табиғи радиоактивті құбылысынан басталады. Радиоактивтің атом ядросының күрделі құрылысын дәлелдейтін құбылыстың ашылуы сәтті кездейсоқтықтың жемісі болды. Рентген сәулелері алғаш рет шапшаң электрондар разрядтық түтіктің шыны ыдысының қабырғаларының соқтығысуынан алынған. Олармен бір мезгілде түтік қабырғаларының жарық шығаруы байқалған. Беккерель ұзақ уақыт осы тектес құбылысты алдын ала күн жарығына сәулелендірілген заттардың соңынан сәуле шығаруын зерттеумен шұғылданған. Беккерель уран тұзының фотопластинаға әсерін зерттеген. Тәжірибе барысында ол мына құбылысты байқаған. Уран тұздары тығыз қара қағазбен оралған фотопластинаға әсер етіп, оның қара ионын туғызатын өтімділігі жоғары белгісіз сәулелерді шығарады екен. Мұқият зерттеулер нәтижесінде Беккерель өтімділігі жоғары белгісіз сәулелерді уран атомының өзі ешқандай сыртқы әсерсіз-ақ өздігінен шығаратынын анықтады. Белгісіз сәулелердің заттармен әрекеттескенде, бірінші фотопластинканы қарайтатыны, яғни химиялық әсерінің бары, екінші газдарды иондауы, үшінші кейбір қатты денелер мен сұйықтардың люминесценциясын туғызатын сияқты қасиеттері белгілі болды. Резерфорд пен Кюри радиоактивтік кезіндегі сәуле шығарудың табиғатын зерттеу барысында оның құрамы күрделі екенін анықтайды. Радиоактивті радий қорғасыннан жасалған қалың қабатты ыдыстың ішінде орналасқан. Ыдыстың ортасында цилиндр пішінді арна бар. Ыдыстың түбіндегі радийден шыққан сәулелерге оған перпендикуляр бағытта күшті магнит өрісі әсер етеді. Арнаның қарсысында фотопластина бар. Барлық қондырғы вакуумде орналастырылған. Радийден шығатын сәулелер ағыны магнит өрісінен өткеннен кейін 3 шоққа бөлінген. Шоқтардың осылайша бөлінуін фотопластинкадағы қарайған заттардың орындары бойынша анықтайды. Оларда сәйкесінше альфа сәуле, бета сәуле және гамма сәуле деп атаған. Альфа сәуле дегеніміз ол зарядталған бөлшектер ағыны. Бета сәуле дегеніміз өте шапшаң қозғалатын және жылдамдықтар бірдей емес теріс зарядталған бөлшектер ағыны болып шықты. Гамма сәулесі магнит өрісінде ауытқымайтын желігі өте жоғары электромагниттік сәулелену кванты. Альфа ыдырау. Альфа бөлшегінің табиғатын 1908 жылы Резерфорд көптеген эксперименттік зерттеулер нәтижесінде анықтады. Альфа ыдырау кезінде ядродан өздігінен альфа бөлшек гелий атомының ядросы ұшып шығады және жаңа химиялық элементтің туынды ядросы пайда болады. Альфа ыдырау кезінде атом ядросы зарядтың саны 2-ге және массалық саны 4-ге кем туынды ядроға түрленеді. Жаңа элемент Менделеев кестесіндегі периодтық жүйенің бас жағына қарай 2 орынға ығысады. Яғни мына жердегі А деп отқанымыз массалық сан, Z деп отқанымыз реттік сан. Альфа ыдырау кезінде пайда болатын элементті біз Y әрпімен белгілейміз. Яғни оның массалық саны 4-ге кемейді, ал реттік саны 2-ге кемейді. Санының сақталу заңы бойынша массалардың саны екі жақтада бірдей тең болу қажет. Мысалы, уран элементін алатын болсақ, уранның массалық саны 238 және 92. Бұдан альфа ыдырау кезінде пайда болатын жаңа элемент тор элементі және плюс атом жаңа гелий ядросы. Яғни мына жерде тексеретін болсақ, 234 қосылған 4 238, 90 қосылған 2 92-ге тең. Бета ыдырау. Бета ыдыраудың негізінен 2-ге бөлінеді. Электрондық бета ыдырау және позитрондық бета ыдырау. Бета сәулесінің табиғатын 1899 жылы Резерфорд ашқан болатын. Бета ыдырау кезінде элементтің ішінде бір нейтрон протонға айналады және плюс осы айналу кезінде қосымша бір электрон және антинейтрино деген бөлшек шығады. Яғни протонның саны 1-ге артады. Мына жерде. Мұндай ыдырауды біз электрондық бета ыдырау деп атаймыз. Радиоактивтік ыдырау
Радиоактивтік электронды бета ыдырау процесі ядрода нейтронның протонға айналуы және ол кезде электронның және антинейтронның қабаттаса түзілуі арқылы өтеді. Келесі екінші позитрондық ыдырау, яғни ядроның зарядтық саны бірлік зарядқа кемейді. Яғни нәтижесінде элемент Менделеев кестесіндегі периодтық жүйенің бас жағына қарай бір орынға ығысады. Енді бұл жерде бір протон нейтронға айналады. Және осы айналу кезінде қосымша позитрон элементі мен нейтрино шығады. Яғни мына жерде саны бірге, жаңа айтып отқандай бас жаққа бірге протон саны бірге кемейді. Келесі гамма ыдырау. 1900 жылы Вильярд ядролық сәуле шығарудың құрамындағы үшінші компоненттің бар екенін тапты. Оны гамма сәуле шығару деп атаған. Гамма сәуле шығару магнит өрісінде ауытқымайды, демек оның заряды жоқ. Гамма сәуле шығару радиоактивтік ыдыраудың жеке бір түрі емес, ол альфа және бета ыдыраулармен қабаттаса өтетін процесс. Жоғарыда айтқанымыздай туынды ядро қозған күйде болады. Қозған күйдегі ядро атом сияқты жоғарғы энергетикалық деңгейден төменгі энергетикалық деңгейге өткенде H ню тең E кинетикалық минус E потенциалдық энергиясы бар гамма квантын шығарады. Мұндағы E кинетикалық қозған, E потенциалдық қалыпты күйдегі энергиялар. Ядродан шығатын гамма сәулелері дегеніміз фотондар ағыны болып шықты. Гамма ыдыраудың формуласы мына түрде жазылады. Радиоактивті ыдырау заңын 1902 жылы Резерфорд және Соди ашты. Радиоактивтік ыдыраудың негізгі заңы. Радиоактивтік ыдырау уақыт өткен сайын ыдырамаған бастапқы ядроларының санын азайтады. Кез келген радиоактивтік изотоптың ядроларының ыдырауы мына заңға бағынады. N тең болады N0 көбейтілген 2-ның минус 4 бөлінген үлкен Т дәрежесі. Осы теңдеу радиоактивтік ыдыраудың негізгі заңы деп аталады. Мұндағы N0 Т тең 0 мезетіндегі радиоактивті ядролардың саны, ал N кез келген Т уақыт мезетіне дейін ыдырамай қалған ядролардың саны. Т деп отырғанымыз бұл радиоактивтік изотоптың түріне байланысты болатын тұрақты шама. Осы тұрақтыны жартылай ыдырау периоды деп атайды. Жартылай ыдырау периодының тең уақыт ішінде радиоактивтік ядроларының бастапқы саны 2 есе азаяды. Радиоактивті ядроның ыдырау қасиетін сипаттайтын тағы да бір шаманы айтуға болады. Уақыт бірлігі ішінде ыдырайтын ядролардың санымен анықталатын шаманы радиоактивті заттың активтілігі деп атайды, және оны үлкен А әрпімен белгілейді. Халықаралық жүйедегі өлшем бірлігі беккерел. Іс жүзінде қолданылатын активтілікті басқа да өлшем бірлігі бар. Ол Кюри. 1 Кюри 3,7 көбейтілген 10-ның 10 дәрежесінде беккерелге тең. Ал 1 милликюри 3,7 көбейтілген 10-ның 7 дәрежесінде беккерелге тең. Сабағымыз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.